Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің YouTube көрермендерім, сіздердің назарларыңызға сонымен кезекті дүниежүзі тарихы бойынша сабақтар сериясын жалғастырамыз. Бүгін бізде 6-шы тақырып. Бұл бізде ағартушылық кезеңінің қайраткерлері Еуропа мен Солтүстік Америкадағы революциялық идеялардың таралуындағы ағартушылық идеялардың рөлі. Жалпы біз айтып жатырған мына ағартушылық кезеңнің барлық идеялары бұл кейін мына Англиядағы республиканың пайда болуына, Франциядағы республиканың пайда болуына үлкен әсер еткендігі айтылады. Енді Англиядағы буржуазиялық революциядан кейін бұл идеялар пайда болды деп жаңа кейін қазір айтамыз біздер. Бірақ бұл деген өте үлкен масштабта болған жоқ. Негізі бүкіл революциялардың барлығының атасы бұл Франциядағы революция деп есептеледі. Сонымен ағартушылар жаңа заманда былай деп ойлаған ғой, қысқасы. Енді адамдардың барлығына сонымен білім жеткілікті болатын болса, қолжетімді болатын болса, барлығы сонымен білімге немесе соның ішінде бастауыш білімге оңай қол жеткізе алатын болса, бұл қараңғылықтың түнегін сейілтеді, яғни ақылды адамдар көбейеді деп ойлаған. Осылайша білімсіздік түнегін сейілтеді деп есептеген бұл ұғымдар жалпы ағартушылық деп аталады. Ал білімді адамдар арасында дейді үстемдік құрған сол идеяларды біздер ағартушылық ғасыр деп атаймыз. Жалпы ағартушылық ғасырының өзі негізі үлкен, бізде 17-ші ғасырдың екінші жартысынан 18-ші ғасырдың соңына дейін созылады. Ал жалпы ағартушылықтың өзі идея ретінде 18-ші ғасырда негізі көп таралған деп айтамыз. Сонымен ағартушылық идеялары салыстырмалы түрде Англияда ертерек пайда болған деп айтады. Және оның бізде қамтитын кезеңі бар. 1680 сызықша 1780 жылдардағы бұл мынандай салалардың дамуынан көрінеді дейді. Бұның өзі жеке сонымен көп жауапты сұрақ болып келіп қалуы мүмкін екендігін ескереміз. Бұл жаратылыстану ғылымдарының дамуы және таралуы, сосын дін және шіркеудің орынды сыналуы мына ғалымдардың қатарынан осымен сипатталады. Яғни жаратылыстану ғылымдарының дамуы, сосын дін мен шіркеуді сынаумен байқалады деп айтады. Сонымен ағартушылық кезең жалпы енді мынандай бір тенденция бар, қызық. Францияда революцияның алдында болған екен ағартушылық кезең. Ал Англияда керісінше бұл буржуазиялық революциядан кейін болған. Сонымен Францияда революцияға дейін, Англияда революциядан кейін. Англияның атақты оқымыстылардың бірі Томас Гоббс, ол ең алғаш табиғи адам деген идеяны ұстады. Кейін оның ізін басушы Джон Лок сонымен мемлекеттік теориясының негізіне ең бірінші мына халықтың саяси егемендігі деген принципті қояды. Бұл енді егемендік деген сөзге кітапта осы жерде бірден анықтама береді. Бұл егемендіктің мына жерде біздер екі мағынасын қарастырып отырмыз деп айтамыз. Біріншісі мемлекеттің монархиядан толық тәуелсіздігін айтады. Саяси егемендік. Сосын халықтың саяси құрылысты таңдауға, мемлекеттің ішінде өмір сүре жүріп, аумақтық тұтастыққа, экономикалық тәуелдікке құқығын айтуға болады. Сонымен 18-ші ғасырдағы Америкадағы ағартушылық бұл ұлт азаттық қозғалыстар және елдегі революциямен тығыз байланысты болған. Енді Америкадағы ағартушылық біз білеміз, әсіресе алдыңғы қатар қоятын олар Бенджамин Франклин, Томас Джефферсон және сосын мына енді акция основателей деп айтады ғой, мемлекеттің негізін қалаушылар. Бұлар Джон Адамс, Джордж Вашингтон деген секілділер. Сөйтіп 18-ші ғасырдағы Америкадағы ағартушылықтың жалпы өкілдері бізде олар жазушы, ғалым және дипломат деп береді. Ұзақ жылдар бойына Францияда сонымен дипломат болған бұл Бенджамин Франклин, тәуелсіздік декларациясының авторы 1776 жылы 4 шілдеде шыққан Томас Джефферсонды айта аламыз. Бұл құжаттың енді бір үлкен өміршеңдігі бұл алғаш рет адам құқығын бекітуінде. Және 18-ші ғасырдың бірінші жартысында бізде сонымен француз ағартушыларының ішіндегі ең танымал деп келсе, 18-ші ғасырдың бірінші жартысы деп келсе, бұл Шарль Луи Монтескье, немесе тек жай Монтескье деп айтылады, және Франсуа Мари Аруэ шынаты, оның лақап аты ол Вольтер. Ең белгілі француз ағартушылар болып есептеледі. Осыған ұқсас сұрақ жалпы бізде бұл ұлттық бірыңғай тестілеуде келді. Осы биылғы жаздағы ұлттық бірыңғай тестілеуде келді. 18-ші ғасырдың бірінші жартысында десе, біздер демек Шарль Луи Монтескье мен Вольтерді айтатын боламыз. Келесі 1748 жыл кетеді ары қарай да. Сөйтіп Монтескьенің заңдардың рухы туралы деген үлкен ең басты еңбегі жарияланады. Бұл Шарль Луи Монтескье бұл еңбегінде үкіметті құрудың кең тараған үш түрін көрсетеді. Бұл енді тарихқа бойлап кеткен, қазірде жоқ деп есептеледі. Осының кезінде бұл деспотизм, сосын конституциялық монархия, сосын республика деп көрсетеді. Енді бұл деспотизм бұл тарихқа кеткен деп есептейміз. Сөйтіп ол деген өзінің саяси идеалы ретінде конституциялық монархияны ұсынады, ал республикаға әлі де болса мемлекеттің әлі өресі жете қоймайды, бұл әлі алдағы шаруа деп көрсетеді. Сондықтан ол дәл қазіргі сәттегі халық пен корольдің арасындағы компромисс ол конституциялық монархия деп көрсеткен. Осы оқиғалардың барлығы айтып жатырған кезде ол Францияда біз білеміз, ол
абсолюттік монархия. Енді бұл жаңа тағы да қайталап айтамын, мемлекеттің саяси, сонымен Монтескьенің мемлекетіндегі, яғни саяси идеал бұл конституциялық монархияда өзінің идеясын айтып кеткен, және бостандықтың кепілі ретінде бір-біріне тепе-теңдікті ұстап тұратын ол биліктің үш түрін, немесе билік тармақтары деп айтамыз біздер оны құқық пәнінде, көрсетеді. Яғни олар орындаушы билік, немесе атқарушы билік, заң шығарушы және сот биліктері бір-бірін сонымен тепе-теңдікті ұстап тұру керек екендігін айтқан. Бұл жалпы идеяны негізі Монтескье өзі ойлап тапқан жоқ. Осыған ұқсас идеялар бұлар деген грек философтарының еңбектерінде, сонымен қатар орта ғасырда өмір сүрген Никколо Макиавеллидің еңбектерінде де айтылады. Және ақын, драматург, философ, физиктің бірі мына жоғарыда айтып кеткен Франсуа Мари Аруэ немесе Вольтер философиялық хаттар деген өзінің еңбегінде католик дінбасыларын сынайды және шіркеулік әдет-ғұрыптарды халықты надандықта, қараңғылықта ұстау үшін әдейі ойлап табылған әдіс екендігін айтады. Сонымен біздерде егер сұралатын болсам, сәйкестендіру тапсырмасы да болып келіп қалуы мүмкін. Монтескьенің еңбегі десе заңдардың рухы туралы, ал енді Вольтердің еңбегі десе ол философиялық хаттар. Келесі 18-ші ғасыр сонымен француз ағартушылығының аса көрнекті өкілдері бізде ол екеу, Жан-Жак Руссо, Дени Дидро. Осы жерде де тағы да жаңылтпаш сияқты болып кеткен сұрақ неге десеңіз, жалпы 18-ші ғасыр деп айтатын болсақ, мынаның барлығы да кіріп кетеді ғой негізінде. Монтескье де, Вольтер де, Руссо, Дидро бәрі де кіреді. Бірақ кітапта ерекшелік береді. Егер 18-ші ғасырдың бірінші жартысы деп айтатын болса, Монтескье мен Вольтерді ғана белгілейміз, егер тестте сұрақ солай болып келсе. Ал жалпы 18-ші ғасырда ешқандай мына бөлу жоқ болатын болса, басы аяғы ортасы деп, онда біздер Руссо мен Дидроны белгілейміз. Француз философтарының қатарындағы Жан-Жак Руссо барлық адам үшін бірдей еркіндік идеясын ұсынған және халық мүддесіне сай келмейтін жағымсыз моральды әшкереледі деп беріпті оқулықта. Келесі одан кейін бізде Франциядағы үлкен жаңалық болып есептелетін бұл 1751-80 жылдардың аралығында энциклопедия деген мерзімді басылым шығып тұрған. Бұл ғылымның, өнердің және кәсіптің түсіндірме сөздігі деп те аталған кейде. Энциклопедияның редакторлар бұл екеу, оның біреуі философ, біреуі математик. Егер философ деп келсе, ол бізде Дени Дидро, ал егер математик деп келсе, ол Жан Лерон Даламбер. Сонымен осы екі атақты Дени Дидро мен математик жаңағы сонымен Жан Лерон Даламберді екеуінің энциклопедисттері, немесе осы бүкіл туындының шығуына себеп болғандардың барлығы энциклопедисттер деп аталған. Және олар деген Францияның қоғамындағы буржуазиялық мемлекет пен буржуазиялық идеология негізгі қағидаларын жасағандығы айтылады. Сөйтіп 15-ші Людовик корольдің бұйрығы бойынша біздер еске түсіреміз, ол уақытта Францияда абсолюттік монархия. Сөйтіп оның алғашқы 2 томын өртейді, кейін мүлдем оны таратуға мүлдем тыйым салып тастайды. Осылайша Францияда халықтың төменгі таптарының мүддесін білдіруші демократиялық идеологияның өкілдері болып табылатын, яғни коммунистік идеяны туғызушылар, сонымен 3 философ көзқарасы өте ұқсас болғандығы айтылады. Ол бізде Мелье, сосын Аббат Морелли, сосын Мабли деген бар. Біздің оқушылар оны 3М деп жаттап жүр. Осылай еске сақтап алсаңыздар болады. Бұны сонымен коммунистік идеяны туғызушылар ретінде бұлар сонымен былтыр алдыңғы жылғы сұрақтарда келді. Бұл деген ұлттық бірыңғай тестілеуде келді. Сонымен Францияда коммунистік идеяны туғызушылар деп келетін болса, Мелье, Морелли, Мабли. Және олардың ойынша тек коммунистік қоғамда ғана барлығы бірдей тең болуы мүмкін, және тек қана қоғамда ортақ мүлік иелік еткен қоғамда ғана әділеттілік немесе адамдардың құқығы аяққа тапталмайды деген ой айтады шындығында. Сонымен ағартушылық абсолютизм одан әрмен қарай жалғастыратын болсақ, Австрияда ағартушылық абсолютизм саясатын жүргізген ол Мария Терезия және оның баласы екінші Иосиф болған. Олар ағартушылық абсолютизм саясатын жүргізді және әрқайсысы жеке-жеке реформалар жүргізген. Оның барлығы оқушылар біздерде жеке-жеке сұрақ болып және көп жауапты сұрақ болып келіп қалуы әбден мүмкін. Мысалы, Мария Терезия басқару және әскер саласында реформалар жүргізген және жалпыға бірдей міндетті білім беруді енгізген, көпшілікке арналған кітапханалар ашқан және бірнеше обсерваториялар ашқан. Дәл осы 3 жауап көп жауапты сұрақтың жауабы болып келіп қалуы әбден мүмкін. Ал оның баласы екінші Иосиф Австрияда католиктік шіркеудің артықшылықтарын шектейтін бірқатар шаралар қабылдаған. Біздер жоғарыда айтқан болатынбыз, олардың көпшілігі сонымен зайырлы саясат жүргізуге тырысты. Ал енді осылардың ішіндегі ерекшеленіп тұратын бұл ең ағартушы, басқарушы деп есептелетін Пруссияның королі ол екінші Фридрих болған. Осы жерде ұмытпаймыз, бұның көптеген әсер еткен Пруссияның өзінің діні негізі бұл протестанттық болған. Осыны ұмытпаған жөн. Ол философ король деген атқа ие болған және оның кезінде алғаш рет мерзімді басылымдар, газет журналдар сонымен еркіндігін
негіздеуге мүмкіндік алған екен. Және екінші Фридрих өзін ғылым мен өнердің қолдаушысы ретінде өзін енді сөйтіп насихаттайтын болған шындығында, және оның жасаған реформалары бізде мынандай. Сонымен ол екінші Фридрих корольдік операны Берлин ғылым академиясын құрды және Берлинде тұңғыш көпшілік кітапхана ашты. Сонымен корольдік опера, ғылым академиясы және көпшілік кітапхана. Сөйтіп екінші Фридрих дінге еріктілікті барлығынан асып түскен. Таққа отыра салып оның айтқан мынандай сөзі бар. Мынаның өзі жеке цитаты сөз болып, сұрақ болып әбден келіп қалуы мүмкін. Барлық діндер тең және өте жақсы, егер оны ұстанушылар адал адамдар болса. Енді тағы да қайталап айтамын, бұл Пруссия деген сонымен протестанттық бағыт ұстанғаннан кейін басқа діндерге қысымшылықтың болмағандығын көреміз. Енді Германия, сіздер білесіздер, бұл реформацияның отаны болып есептеледі және Аусбургтік дін ұстану, Аусбургтік бітім секілді құжаттарда осы Германияда қабылданған болатын. Келесі одан әрмен қарай біздерде ағартушылық ғасырының ғалымдары көбінесе жаратылыстану енді ғылымдарын оқытуға өте қатты көп көңіл бөледі және қоғамдық прогресс идеясы осы тұста қалыптасады. Енді осы жерде тағы бір айтуға ұмытып бара жатырған бір нәрсе, жалпы аталған үш монархтың үшеуі де жоғарыда айтқанымыз екінші Екатерина, Ресей патшайымы, Пруссияның королі екінші Фридрих және осы Австрияның королі екінші Иосиф пен оның анасы Мария Терезия, олардың барлығы қанша жерден ағартушылық абсолютизм саясатын жүргізсе де, кітапта бізде береді, олардың барлығы деспоттар болып қалғандығын көрсетеді. Оның кереғар саясат жүргізді деп айтады, сонымен екі ұшты саясат жүргізген. Енді осылардың ішінде үлкен тағы бір ерекшеленіп тұратын азаматтық қоғам және құқықтық мемлекет туралы идея авторлары болған. Олар бізде Томас Гоббс, Джон Лок және Шарль Луи Монтескье. Осы жерде кітапта құқықтық мемлекет деген сөзге анықтама береді. Оны мына жерге жазуды қажет деп таппадым. Сонымен құқықтық мемлекет бұл адам құқығы аяққа тапталмайтын, яғни сөз бостандығы сонымен қатаң сақталатын, мемлекетте кәдімгідей ауыспалы биліктің болатындығы, сайлаудың болатындығы заңмен толық қамтамасыз етілетін, қысқасы құқықтық мемлекетті айтады. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыз.